Қайырлы кеш, қаларыңыз қалай? Достар, мен настояшқа шықпасам болмай жатыр. Неге? Ит жоқ жерде шошқа үреді демекші, 2-3 күннен бері үріп жатыр да елдер. Үріп жатыр, қоймай жатыр. Бүгін де үріп жатыр, алдың күні де үріп жатыр, оның алдың күні де үріп жатыр. Енді айтарым, сол жерде отырған 2 кісіге айтарым, күл боласыздар ма, біл боласыздар ма, маған келіп кетер жоқ. Мені, баламды әңгімелеріне қоспаңдар. Басқа әңгіме жоқ па сендерде? Және де 2-3 күн үндемей қойыш дебен, бірақ болмайды да. Баласына ойыншық түгілі бір нәскей алып бермеген әкеміз біздің шығып алып, бір баласын жағдайын керемет қарық қылып атқандай бір әңгіме айтып отыр. Енді мен айтарым, енді мен әңгімеге араластыратын болсаңдар, шындықпен кетемін. Мен шындықты айтамын. Алғашқы сұрақ Айгүлге. Айгүл, сізге мынандай сұрақ. Айгүл неге Ақботаны жамандады дейді? Ойбай. Білмеймін, жамандадым деп ойламаймын. Просто айтылған сөзді айттым, болды. Одан бөлек сіздің ол кісіге ешқандай ештеңе айтқан жоқпын деп ойлаймын. Неге ондай шешімге келдіңіз? Ең бірінші екеуіңіз ортаға шыққаннан бастап ондай нәрсе айтып деген сияқты. Шешім болғанда ол прям осылай болды деген сияқты емес қой, солай болған сияқты деген сияқты. Сөз арасында шықты, иә, просто? Иә. А сізге негізі ол нәрсе туралы мінезі жаман деп Шерхан мырза айтқан болатын бе? Айтқан болатын, оны эфирде айтылды ғой негізі. Ол өзі айтты, иә? Вот, осы. Фортуна, қайырлы күн. Қайырлы күн, нашыңызға. Сізге мынандай сұрақ келіп тұр. Бүгін Олжас эфирге келеді ма дейді? Эфирге ма? Енді айтсам болмайды деп ойлаймын. Айтпаған дұрыс шығар. Эфирге келген кезде бірге көреміз. Сіз өзіңіздің шешіміңізді жасадыңыз, иә? Онымен кетіп кетпеу туралы. Негізі мен бір апта бұрын шешкен болатынмын. Бәрібір енді қыз баласы болғаннан кейін ата-анамды дәлелдегім келеді. Міне менің жігітім осындай деген сияқты да. Ол ондай емес, бір жоғары көтерім келеді. Сондықтан бір әр шешім қадамды сол ер азамат жасаса екен мен үшін күтесің ғой, сондай болады менде негізі. Бір апта бұрын мен уже шешімді қабылдап қойдым. Сосын барлығы айтып жатыр екен, өтірік жылай бермейсіз деген сияқты. Айта бермеңдерші. Шын жылайды бұл? Иә, біледі ғой мен қалай жылайтынымды. Сентиментальный. Бақытты сәттерге жаңағы қайғылы болсын барлығына жылай беретін әдет бар, солай жүрегім жұмсақ сынады. Все, осылай. Ал Аягөз, сізге мынандай сұрақ келді. Әлішер мен Аягөздің тойы қашан болады? Сұраңызшы, өтініш дейді. Примерный датасы. Жазда ғой. Осы жыл? Осы жыл? Жазда, осы жыл. Негізі тойыңызға прям көп адам келген қалар едіңіз, или прям былай узкий кругта өткен? Узкий кругта өзіміз ғана болған қармен сұрап жасап, сұрап дегенде қалай айтсам болады, мен хайтпен айтқап жүрмейін қазір. Короче, Әлішерден сұраңызшы оны. Әлішер мен Аягөздің тойы қашан болады дейді, примерно. Примерно ма? Осы жыл? Қай айда? Жазда десейді қай. Жазда десейді. Примерно, иә, сол жазда. Жазда десе жазда болып тұр ғой, басқа амалың жоқ. Басқа амал жоқ. Адам көп болған қалайсың ба тойыңда, или аз узкий круг па? Аз, иә? Енді мен тойда жүрмін ғой, білемін ғой. Примерно қанша адам шақырар едің тойыңа? Потолок 150 адам. Мен шақырмайсың, примерно сұрамай қойын жайды. Сен складта жүресің. Так, Аруна, сізге мынандай сұрақ. Арунаға Нұртас пайыз бойынша қаншалықты ұнайды? Процент бойынша. Қанша процент? Ойбай, атын естісем майысып қалатын өтеді, честно. Өйстіп майыстырып қоясыңдар ғой мен үшін. Айтсай енді қанша процент? Жақсы ұнайды дегенде енді 100% ұнайды деп айта аламын ғой. Өлем, күйем, сүйем деп айтпаймын. 100%-дан кейін өлу керек деп ойлаймын мен енді адам. Сондықтан пайызын түсірерсің ау? Жоқ, пайыз түсірейік па? Түсір шамалы. Сүю ол 100%. Ұнату ол бір 80 шығар енді. 80 шығар, иә. Резко ауыса салған айтам. Негізі тойларың қай уақытта болады деп бүйтіп бір қалайтын едің. Осы жылы тұрмысқа шыққың келеді ме вообще? Суықта болғаны қаламаймын. Көктемде, жазда шығар. Фруктының бағасы түседі. Тойға чисто фрукты қойын деп тұр ғой бұл. Все, осындай сіздің сұрағыңыздың жауабы. Бекзат өзі қатысушыларға осылай сұрақ қоятын рубрика ашып алыпты. Бекзат, сізге мынандай сұрақ бар біздің атымыздан. Бекзат осы қатысушылардың арасынан үйленуге болатын болса, кімді таңдар еді дейді. Именно осы қатысушылардың арасынан. Бекзат лайк шығарады. Нені? Мын жақтан дауыс келеді. Менде шын айтайын, вариант жоқ негізі. Жоқ, біреуін айтса енді. Аға келеш? Құмыш. Көбісінің Айсұлу өзінің атын айтқан күтіп тұрған сияқты кішкене.
бостардан бүйтіп қарайтын болсақ, бос еместерден де қарай берсе, бір солидарностьқа жатып алмай. жарайды айтсашы өз пікірін деген Иә, просто андай, осы сияқты болған қалайды. Аида. басқа ешкім жоқ сияқты. Да? Вот. Аида осы қатысушылардың арасынан таңдаса, Аиданы таңда. Ой, Бекзат. Маржанның өміріндегі ең үлкен жетістігі ең мақтанатын нәрсесіне. Өзім қойдым бұл сұрақты. Аяғым, менің аяғымда түзу емес пе сонда? Сенікі де тұзда, бірақ мен түзурек. Аяғымда не деді? Пробел жоқ деді ме? Да? Мені құрметті достар, аяғы осындай. Түзу. Үміткер жоқ, иә сізде? Үміткер жоқ, үміткер қабылдаймын. Үміткерлер, келіңіздер. Мені қарасаңыз, күннен күнге жасарып жатыр, күннен күнге. Жасы 18-де 5 жасы. Вот. Бойыңыз қанша сізде? Вот. Олар келіңіздер, жіберіп алмаңыздар. Қалайсыз, Нұртас? Жақсы шүкір. Иә. Нұртас Арунаны қанша пайызға ұнатады? Сұрақ. Қанша пайыздан ол 100-ден ба? Иә, 100-ге дейін. 100-ден 100 ғой. Да? Той қашан? Білмеймін. Достар, құрметті оқырмандар, бүгін біздің танысымызды көргіңіз келсе, ортақ ішіп өзіміз танысымыз қалай болып жатқанын айтатын боламыз. Сол үшін төмендегі сілтемеге өтсеңіздер болады.